Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айдана 34 жаста. Күйеуі Дамир үш аптаға Астанаға іссапарға кеткен. Үй іші тым-тыныш. Бұрын ол тыныштықты жақсы көретін. Қазір бұл тыныштық қысым. Кешкі сағат 9 шамасы. Ас бөлмеде шайнек қайнап тұрғанда жарық кенет сөніп қалды. Бүкіл үй қараңғыға батты. Айдана терезеден сыртқа қарады. Көрші үйлерде жарық бар. Демек тек оның үйі. Дамирге қоңырау шалды. Телефоны өшірулі. Сол сәтте есіне бір адам түсті. Күйеуінің ең жақын досы Нұрсұлтан. Үйдің кілті қайда екенін, тоқ қалқанын қалай ашатынын білетін жалғыз адам. Айдана біраз ойланды. Бірақ қараңғы үйде жалғыз отыру одан да қорқынышты еді. Нұрсұлтан, мазаламайын ба? Үйдің жарығы өшіп қалды, деді даусы әлсіз шығып. Қазір барам. 15 минутта келді. Қара куртка, салқын ауа, қолында фонарь. Үйге кіргенде тар кеңістікте екеуі бір сәтке тым жақын тұрып қалды. Қорықтың ба? Деді ол жымиып. Жоқ, жай ғана күтпеген жағдай, деді Айдана. Бірақ даусы сенімсіз шықты. Нұрсұлтан тоқ қалқанын ашып, сымдарды тексере бастады. Айдана қасында тұр. Фонарь жарығы оның бетіне түсіп, көзін айқындап тұрды. Ол бұрын байқамаған бір нәрсе бар еді. Нұрсұлтанның көз қарасы тым ұзақ. Дамир жиі жоқ соңғы кезде, я? Деді ол кенет. Жұмысы сондай, үнсіздік. Саған қиын шығар. Бұл сөз Айдананың ішіндегі әлсіз жерге тиді. Соңғы айларда күйеуі салқындап кеткен. Телефонмен қысқа сөйлеседі. Жұмыс көп деген сылтау. Жарық бір сәтте қайта жанды. Үй қайтадан жарыққа толды. Бірақ екеуінің арасындағы қараңғылық кетпегендей. Бітті, деді Нұрсұлтан. Айдана оған қарап тұрып қалды. Қарапайым рахмет деудің өзі ауыр сияқты. Шай ішіп кетесің бе? Деді ол ойланбастан. Бұл ұсынысты өзі де күтпеген. Ас бөлмеде шай құйылып тұр. Екеуі үстелдің екі жағында. Әңгіме жай басталды. Бірақ бір кезде тыныштық қайта орнады. Нұрсұлтан қолын үстел үстіне қойды. Айдананың қолда жақын тұрды. Бір сәт. Саусақтары тиіп кетті. Екеуі де қолын тартпады. Бұл кездейсоқтық емес еді. Айдана жүрегінің дүрсілін анық естіді. Біз бұлай отырмауымыз керек, деді ол ақан. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын, деді Нұрсұлтан баяу. Бірақ оның көзі мүлде басқа нәрсе айтып тұрды. Сыртта жел гуілдеп тұр. Үй іші жылы. Ауа қауын. Айдана қолын ақырын тартып алды. Орнынан тұрды. Кеш боп кетті. Нұрсұлтан да орнынан тұрды. Есікке дейін шар салғанда тағы да тым жақын қалды. Егер бірдеңе керек болса, кез келген уақытта, деді ол. Айдана есікті жапқанда арқасын есікке тіреп ұзақ тұрды. Бүгін ештеңе болған жоқ. Бірақ бір нәрсе басталып кеткенін ол анық сезді. Жарық өшкен кештен кейін 3 күн өтті. Айдана өзін сендіргісі келді. Ештеңе болған жоқ. Бірақ ол сол кешті қайта-қайта есіне түсірді. Нұрсұлтанның тым ұзақ қарағанын, қолының жылуын. Дамир тек бір рет қоңырау шалды. Даусы суық. Жұмыс көп, ертең сөйлесеміз. Ертең тағы сөйлеспеді. Сенбі күні есік қоңырау соғылды. Айдана ашса, Нұрсұлтан. Дамир хабарласты. Құжаттарды алып кетуің керек деді. Деді ол жай ғана. Айдана ішке кіргізді. Үй іші таза. Бірақ іште мазасыздық бар. Нұрсұлтан құжаттарды қарап отырып. Кофе бар ма? Деді жымиып. Бар. Ас бөлмеде тағы да екеуі. Бұл жолы жарық анық, күндіз. Бірақ ауадағы кернеу бұрынғыдан да қалың. Сен өзгеріп кетіпсің, деді Нұрсұлтан кенет. Қалай? Шаршаған сияқтысың. Айдана үндемеді. Біреу оның шын көңіл күйін байқағаны алғаш рет еді. Дамир саған соңғы кезде көңіл бөлмейді, я? Деді ол жай ғана. Бұл біздің арамыздағы нәрсе, деді Айдана қатқыл. Мен тек алаңдаймын. Бұл сөз оның қорғанысын әлсіретті. Кешке қарай Нұрсұлтан кетуге жиналды. Есік алдында тағы да тым жақын тұрды. Айдана, деді ол даусын төмендетіп. Сен бақыттысың ба? Бұл сұрақ оны тосып алды. Жауап бергісі келді, бірақ айта алмады. Үнсіздік ұзаққа созылды. Мен саған шын айтам, деді Нұрсұлтан. Кейде сен Дамирге емес, маған көбірек қарап тұрғандай боласың. Айдана жүрегі тоқтап қалғандай болды. Олай емес, деді ол тез. Онда көзіме қара. Айдана қарады. Сол сәтте бәрі анық еді. Екеуі де түсінді. Нұрсұлтан бір қадам жақындады. Айдана шегінбеді. Оның қолы Айдананың білегіне жеңіл тиді. Бұл жолы әдейі.
Біз тоқтауымыз керек, деді Айдана ақырын, бірақ даусы дірілдеді. Мен ештеңе істеген жоқпын, деді ол баяу, бірақ істегім келеді. Бұл сөз ауада іліп қалды. Айдана қолын босатып алды. Есікті ашты. Кет, Нұрсұлтан. Ол бір сәт қарап тұрды. Көзінде өкініш те, шешім де бар. Бұл бітпейді, деді ол жай ғана. Есік жабылды. Айдана қайтадан жалғыз қалды. Бірақ енді бұл жай жалғыздық емес еді. Телефонына хабарлама келді. Кешір, бірақ мен сезімімді жоққа шығара алмаймын. Айдана экранға ұзақ қарады. Жауап жазбады, бірақ өшірмеді де. Сол хабарламадан кейін бір апта өтті. Айдана жауап жазбады, бірақ Нұрсұлтан да қайта мазаламады. Тек кейде әлеуметтік желідегі стористерін көріп қояды. Бұл үнсіз бақылау одан бетер мазасын алды. Дамир бұрынғыдан да сирек хабарласа бастады. Қоңыраулар қысқа, сұрақтары аз. Үйде бәрі дұрыс па? Иә. Жақсы, бітті. Сәрсенбі кеше, қалада жаңбыр құйып тұр. Айдана жұмыстан шығып, такси таппай біраз тұрды. Көшеде су, салқын жел. Кенет қасында қара көлік тоқтады. Терезе түсті. Отыр, деді Нұрсұлтан. Айдана бір сәт ойланып тұрды. Жаңбыр күшейіп кетті. Ақыры артқы есікті емес, алдыңғы орынды ашты. Көлік ішінде жылы. Радио ақырын ойнап тұр. Сыртта су тамшылары әйнекке соғылып жатыр. Қалай біліп қалдың менің осында екенімді? Деді Айдана. Кездейсоқ емес, деді ол тура қарап. Жұмысыңның қашан бітетінін білем. Бұл сөз бір жағынан қорқынышты, бір жағынан жағымды естілді. Жолда үнсіздік ұзаққа созылды. Ақыры Айдана өзі бастады. Неге бұлай істеп жүрсің? Қалай? Бәрін қиындатып. Нұрсұлтан терең дем алды. Өйткені мен саған бейжай емеспін, көптен бері. Сен Дамирдің досысың. Иә, бірақ ол саған қалай қарайды, көріп жүрмін. Айдана алғаш рет ашық сөйледі. Ол өзгерді. Үйге келгенде де телефонда. Мен сөйлескім келсе, шаршадым дейді. Қасында отырған адам бөтен сияқты. Даусы дірілдеді. Нұрсұлтан көлікті жол жиегіне тоқтатты. Жаңбыр күшейіп, әйнекті жуып жатыр. Сен жалғызсың, Айдана. Ол қасында жоқ кезде ғана емес, бар кезде де. Бұл сөз дәл тиді. Айдананың көзінен жас шығып кетті. Ол тез сүртті. Нұрсұлтан қолын созып, оның саусақтарын ұстады. Бұл жолы Айдана тартпады. Екеуі үнсіз отырды. Саусақтары айқасып тұр. Мен сенің жанында болғым келеді, деді ол сыбырлап. Айдана оған бұрылды. Екеуінің арасы бір қарс. Жүрек дүрсілі естілердей. Біз тоқтауымыз керек, деді ол әлсіз ғана. Егер шынымен қаласан, итер мені. Айдана итермеді. Секундтар баяу өтті. Нұрсұлтан оның бетінен шашын ақырын сырғытып, саусағымен иегін көтерді. Алғашқы сүйісу ұзақ емес еді, бірақ анық, күмәнсіз. Айдана бір сәтке қатып қалды, сосын жауап берді. Сыртта жаңбыр, көлік ішінде тыныстар. Бірінші болып Айдана шегінді. Жоқ, деді ол сыбырлап. Бұл дұрыс емес. Бірақ бұл шынайы, деді Нұрсұлтан. Айдана есікті ашып жаңбыр астына шықты. Суық су бетіне тамып тұр, бірақ ішінде одан да қатты дауыл бар еді. Көлік кетіп бара жатты. Телефонына бірден хабарлама түсті. Бұл енді жай дос емес екенін екеуміз де білеміз. Айдана экранға қарап тұрды. Бұл жолы ол бір сөз жазды. Білмеймін. Бірақ ол жоқ деп жазған жоқ. Жаңбырлы кештен кейін бәрі өзгерді. Айдана мен Нұрсұлтан енді бір-біріне бөтен емес еді. Сүйісу қысқа болды, бірақ шекара бұзылды. Енді үнсіз қалу мүмкін емес. 2 күн өтті. Дамир хабарласпады. Айдана ішінен ашуланды. Неге мен өзімді кінәлі сезінуім керек, деген ой мазалады. Бірақ ар-ұжданы тыныштық бермеді. Кешкісін телефон тағы діретті. Кездесейік, ашық жерде, соңғы рет сөйлесейік, деп жазды Нұрсұлтан. Айдана ұзақ ойланды. Ақыры, жақсы, кафеде, деп жауап берді. Олар адамдар көп, жарық мейрамханада отырды. Бәрі қалыпты көрінеді, бірақ үстелдің астында Айдананың тізесі дірілдеп тұр. Біз мұны тоқтатуымыз керек, деді ол тік қарап. Сен тоқтатқың келе ме? Деді Нұрсұлтан сабырлы. Айдана жауап бере алмады. Егер сен бақытты болсаң, мен бір қадамда жақындамас едім, деді ол. Бірақ сен бақытты емессің. Бұл саған қатысы жоқ. Бар, үнсіздік. Нұрсұлтан алғаш рет ашық сөйледі. Мен сені көптен бері ұнатам, бірақ құрметтедім. Дамир үшін үндемедім, бірақ қазір қарап тұра алмаймын.
Ол сені жоғалтып жатқан өзі байқамайды. Айдананың жүрегі қысылды. Сен оның досысың. Иә, бірақ мен де адаммын. Кафеден шыққанда түн түсіп кеткен, ауа салқын, тұраққа қарай бірге жүрді. Соңғы рет сұраймын, деді Нұрсұлтан. Егер мені қаламасаң, дәл қазір айт, мен жоғалам. Айдана тоқтады. Ол жоқ деу керек еді, бірақ айта алмады. Бұл үнсіздік жауап болды. Нұрсұлтан жақындады. Бұл жолы баяу емес, сенімді. Ол Айдананы құшағына тартты. Сүйісу бұрынғыдан терең, ұзақ болды. Қарсыласу жоқ. Бір сәтке Айдана бәрін ұмытты. Күйеуін де, бостықты да, шекараны да. Жүр, деді Нұрсұлтан бәсен дауыспен. Қайда? Деді ол демі жиілеп. Сөйлесуді аяқтайтын жерге. Айдана түсінді. Бұл жай кофе емес. Бұл шешім. Олар көлікке отырды. Жол бойы үнсіз. Көлік қала шетіндегі жалдамалы пәтерлердің бірінің алдына тоқтады. Айдананың жүрегі тарсылдап тұр. Біз әлі тоқтай аламыз, деді Нұрсұлтан. Айдана есікті ашып шықты. Бұл оның таңдауы еді. Пәтер іші тыныш, бөтен иіс, бөтен кеңістік. Есіктің жабылған дыбысы қатты естілді. Бір сәт үнсіздік. Соңғы мүмкіндік, деді Нұрсұлтан. Айдана оған қарады. Көзінде қорқыныш та, құмарлық та бар. Бұл жолы ол өзі жақындады. Осы қадам бәрін өзгертті. Пәтердің есігі жабылған сәт, артқа жолдың жабылған сәт еді. Айдана үнсіз тұрды. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып тұр. Бір сәтке кетуің керек деген ой жылт етті. Бірақ ол ой әлсіз болды. Нұрсұлтан оған жақындады. Бұл жолы асыққан жоқ. Егер ертең өкінсең, деді ол. Ертеңді ойлама, деді Айдана баяу. Бұл сөз екеуіне де рұқсат сияқты естілді. Олардың арасы енді сантиметрлермен өлшенді. Қолдар дем, жүрек дүрсілі. Сезімдер айқын, шынайы, жасандылық жоқ. Бұл жай құмарлық емес еді. Бұл жиналып қалған бос кеңістікті біреудің толтыруы. Түн ұзақ болды. Таңертеңгі жарық пердеден сығалап кіргенде бәрі тым анық көрінді. Бөлме тыныш. Айдана оянып, бір сәтке қайда екенін түсінбей жатты. Сосын бәрі есіне түсті. Пасында Нұрсұлтан ұйықтап жатыр. Іші біртүрлі босап кеткендей болды. Бұл сәтті өзі қалады. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Бірақ таңертең бәрі басқаша сезіледі екен. Телефоны дір етті. Экранда Дамир. Бүгін ертерек ұшып келем, кешке үйде болам. Қан тамыры мұздап кеткендей болды. Нұрсұлтан да оянып кетті. Не болды? Айдана телефонды көрсетті. Үнсіздік. Демек, басталды, деді ол баяу. Айдана тез киіне бастады. Бұл бір рет қана, деді ол өзіне де, оған да сендіргісі келгендей. Нұрсұлтан жауап бермеді. Ол көз қарасынан ақ түсінді. Бұл бір реттен бітпейді. Үйге келгенде бәрі әдеттегідей көрінді. Ас үй, диван, суреттер. Бірақ Айдана үшін ештеңе бұрынғыдай емес. Айнаға қарады. Кәдімгі өзі. Бірақ ішінде құпия бар. Кешке Дамир келді. Ол шаршаған, бірақ көңілді көрінді. Құшақтады. Айдана бір сәт қатып қалды. Сағындым, деді Дамир. Бұл сөз кешігіп айтылғанда естілді. Кешкі ас үстінде Дамир телефонға жиі қарады. Айдана оның көзін зерттеп отырды. Кінәлі сезім кеудесін қысып барады. Бірдеңе айтқың келе ме? Деді Дамир кенет. Айдана жүрегі тоқтап қалғандай болды. Жоқ, неге? Білмеймін, бөгде сияқтысың. Бұл сөз пышақтай тиді. Айдана күлімсіреген болды. Шаршадым. Түнде төсекте екеуі екі жаққа қарап жатты. Дамир ұйықтап кеткен соң Айдана көзін жұмды. Ол енді екі өмірдің арасында тұр. Бірі қауіпсіз, бірақ суық. Бірі қауіпті, бірақ тірі. Телефоны тағы жағып берді. Өкінбеймін, сенше, деп жазды Нұрсұлтан. Айдана ұзақ қарады, жауап жазбады. Бірақ бұл жолы телефонды өшірмеді. Дамир үйге оралғаннан кейінгі алғашқы күндер ауыр өтті. Ол бұрынғыдай емес еді. Көбірек бақылап, көбірек сұрай бастады. Қайда бардың? Кіммен кездестің? Телефоның неге үнемі қасында? Айдана сабырлы болуға тырысты. Бірақ ішкі қорқыныш оны әшкерелеп қоя жаздайды. Нұрсұлтан жазуды сиретті. Екеуі келісіп алғандай, тым көзге түспеу керек. Бірақ сезін азайған жоқ. Бір кеште Дамир душта жүргенде Айдананың телефоны ас үстелінде қалды. Діріл, хабарлама. Экран жанып кетті. Нұрсұлтан. Кеше сені көргенде ұстай алмай әрең кеттім. Сол сәтте ванна есігі ашылды. Дамир сілгімен шашын сыртып келе жатып, экранға көзі түсіп кетті. Үнсіздік.
Нұрсұлтан неге саған бұлай жазады? Деді ол жай ғана. Айдананың тамағы құрғаққап кетті. Жай, әзіл. Қандай әзіл? Дамир телефонды қолын алды. Хабарламаны қайта оқыды. Көзі өзгеріп кетті. Ұстай алмай әрең кеттім деген не сөз? Айдана сөз таба алмады. Сендер кездестіңдер ме? Деді ол тік қарап. Бұл сұрақта күдік емес, сенімнің сынған дыбысы бар еді. Ол жай көмектесіп жүрді, деді Айдана әлсіз. Мен жоқта? Дауысы көтерілмеді, бірақ салқын. Иә. Қанша рет? Үнсіздік бәрінен жаман болды. Дамир телефонын үстелге қойды. Мен ақымақ емеспін, Айдана. Бұл жолы оның көзінде ашу бар. Бірдеңе болды ма? Айдана жоқ деу керек еді, бірақ сол бір секундтық кідіріс бәрін айтып қойды. Дамир артына шегінді. Болды ғой, деді баяу. Айдана жылап жіберді. Бұл жай ғана қателік. Қателік бір секундта болады, ал бұл жоспарланған сияқты, деді ол. Бұл сөз шындыққа тым жақын еді. Түн тыныш өтті, бірақ араларындағы сенім енді жоқ. Таңертең Дамир ерте шығып кетті. Қысқа ғана айтты. Нұрсұлтанмен сөйлесем. Айдананың жүрегі суып кетті. Бұл енді жай құпия емес. Бұл ашылатын соғыс. Телефонына хабарлама түсті. Дамирден емес, Нұрсұлтаннан. Ол маған хабарласты. Екі ер адам енді бір-біріне қарсы, ал Айдана ортасында. Түстен кейін Дамир үйге келмеді, бірақ Айдана оның қайда екенін білді. Нұрсұлтанмен. Телефоны үнсіз, хабар жоқ. Уақыт баяу өтіп жатты. Сағат 7-ге таман есік ашылды. Дамир кірді. Бет әлпеті қатулы, көзі суық. Сөйлестік, деді ол қысқа. Айдананың жүрегі тамағына тығылды. Не деді? Дамир күрт күлді, ащы күлкі. Бәріне мен кінәлімін дейді. Сені ақтап отыр. Айдана үнсіз қалды. Бірақ мен оны 15 жылдан бері таным. Ол біреудің әйеліне жай қарап жүретін адам емес. Демек сен де... Сөзін аяқтамады. Үнсіздік ауыр. Неше рет? Деді ол қайтадан. Бұл жолы Айдана жалтара алмады. Бір рет, деді ақыры. Бұл сөз айтылған сәтте бөлме ішіндегі ауа өзгерді. Дамир көзін жұмып терең дем алды. Бір рет жеткілікті. Кездесу қалай өткенін Дамир өз айтып берді. Олар кафеде емес, бос автотұрақта кездескен. Ешкім көрмейтін жерде. Ол маған бәрін ашып айтпады, бірақ көзінен көрінді, деді Дамир. Ол сені жақсы көреді. Айдана басын төмен салды. Сен ше? Деді Дамир кенет. Бұл сұрақ ең қауіптісі еді. Айдана үндемеді. Жауап бер. Мен білмеймін. Бұл білмеймін жоқ емес еді. Дамир артқа шегінді. Сонда сен оны ойлайсың ба? Көзінен жас шығып кетті. Иә. Осы иә бәрін қиратты. Дамир қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Ашуланбады, айқайламады. Ең жаманы сен мені алдағаның емес, деді ол баяу. Ең жаманы сен басқа біреуді сезінгенін. Бұл шындық еді. Мен саған не жетпеді, деді ол. Айдана жауап іздеді. Сен қасында болмадың. Көптен бері. Бұл сөз ақтау емес, бірақ шындық. Ал сен маған айттың ба? Деді Дамир. Жоқ, сен үндемедің. Сосын менің досыма бардың. Ауыр тыныштық. Қазір не істейміз? Деді Айдана сыбырлап. Дамир ұзақ қарады. Мен саған бір күн берем. Ертең шешім айтасың. Не мен, не ол. Дамир, таңдау жаса. Ол бөлмеден шығып кетті. Айдана диванға отырып қалды. Қолдары қалтырап тұр. Телефоны дір етті. Нұрсұлтан. Ол бәрін біледі. Бірақ мен айттым, бұл сезім шынайы. Мен сен үшін күресем. Айдана көзін жұмды. Екі ер адам, екі өмір. Ертең шешім. Түн ұйқысыз өтті. Айдана екі түрлі болашақты көз алдына елестетті. Бірі таныс, қауіпсіз, бірақ жүрегі бос. Екіншісі белгісіз, қауіпті, бірақ тірі сезім. Таң атқанда шешім дайын емес еді, бірақ уақыт күтпейді. Дамир ас үйде үнсіз отырды. Алдында суық қалған кофе. Айт, деді ол жай ғана. Айдана қарсысына отырды, қолдары суық. Мен саған өтірік айтқым келмейді, деді ол баяу. Мен сені құрметтеймін. Біз бірге көп нәрсе өттік. Бірақ соңғы жылдары мен өзімді жалғыз сезіндім. Дамир үнсіз тыңдап отыр. Бұл ақталу емес, қателік менікі. Бірақ мен ішімде
басқа адамға сезім пайда болған жоққа шығара алмаймын. Бұл сөздерді айту өз некесіне үкім шығару сияқты еді. Дамирдің көзі өзгерді. Демек, сен оны таңдайсың. Ұзақ па пауза. Айдана көзін жұмды. Иә. Бөлмеше тым тыныш болып кетті. Дамир басын изеді. Айқай жоқ, жанжал жоқ, тек шаршаған адам. Онда заттарыңды жина. Бұл сөз пышақтай тиді. Қазір ме? Деді ол сыбырлап. Иә, мен сені күштеп ұстамаймын. Бір сағаттан кейін чемодан дайын тұрды. Үйдің әр бұрышы естеліктерге толы. Той суреттері, сапарлар, ортақ күліп тұрған кадрлар. Айдана жүрегі сынып тұрғанын сезді, бірақ кері қадам жасамады. Есік алдында соңғы рет қарасты. Мен сені жек көрмеймін, деді Дамир. Бірақ кешіре алмаймын. Бұл соңғы нүктеді. Айдана басын изеп, есіктен шықты. Сырттан Нұрсұлтан күтіп тұрды, көлік қасында. Ол чемоданды алып, үнсіз жүксалғышқа қойды. Сенімдісің бе? Деді ол соңғы рет. Айдана артында қалған үйге қарады. Иә. Көлік қозғалды. Жолда үнсіздік басым болды. Бұл жеңіс емес еді. Бұл салдары бар таңдау. Нұрсұлтан оның қолын ұстады. Мен сені бақытты етем, деді сенімді. Айдана терезеден сыртқа қарады. Ішінде қуаныш пен қорқыныш аралас. Ол бір өмірді артта қалдырды. Енді екінші өмір басталады, бірақ бұл шешімнің бағасы әлі толық сезілген жоқ. Алғашқы күндер ерекше өтті. Айдана мен Нұрсұлтан бірге оянды, бірге кофе ішті, бірге кешкі ас дайындады. Барлығы жеңіл сияқты. Жасырыну жоқ, қорқыныш жоқ. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Бір аптадан кейін ортақ таныстар біле бастады. Біреулер жазды, біреулер үнсіз қалды. Кейбірі ашық айыптады. Дамирдің досымен бе? Ол сен үшін бәрін істейтін еді ғой. Бұл сөздер Айдананың жүрегіне қадалды. Нұрсұлтан сабырлы көрінуге тырысты. Уақыт өте, бәрі басылады деді. Бірақ оның да көзінде шашау пайда болды. Ең ауыр сәт Дамирмен соңғы кездесу болды. Олар құжаттарға қол қою үшін кездесті. Кафе тыныш. Бұрын бірге келетін жер. Дамир арықтап кеткен, бірақ көзі анық. Қалайсың? Деді ол бейтарап. Жақсы, сен ше? Үй бос, бірақ тыныш. Бұл сөзде ауыр шындық бар еді. Ұзақ үнсіздіктен кейін Дамир бір нәрсе айтты. Мен сенің кеткенің емес, сенің үндемей жүргеніңе өкінем. Егер сол кезде ашық айтсаң, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Айдана көзін төмен түсірді. Қорықтым. Ал қазір? Айдана ойланды. Қазір де қорқамын, бірақ өтірік өмір сүргім келмейді. Дамир басын изеді. Ол сені бақытты етсін, бірақ бір нәрсені ұмытпа. Сезім от сияқты. Жылтады да, күйдіреді де. Бұл соңғы кеңес сияқты естілді. Олар қоштасты. Бұл жолы шынымен. Үйге қайтқанда Айдана ойға батты. Нұрсұлтан оны құшақтап қарсы алды. Бірақ енді бәрі басқаша сезінді. Енді құпия жоқ. Енді тыйым салынған қызық жоқ. Енді шынайы өмір басталды. Бір кеште Айдана терезе алдында тұрды. Өкінесің бе? Деді Нұрсұлтан артынан. Ұзақ пауза. Жоқ, деді ол ақырын. Бірақ бұл оңай болады деп ойламаппын. Нұрсұлтан құшағын алды. Айдана көзін жұмды. Ол махаббат үшін бәрін қиратты. Енді сол махаббатты сақтап қалу ең қиын сынақ. Бұл оқиғада кінәлі бір адам емес. Бірі үндемеген үшін, бірі кеш байқаған үшін, бірі шекараны бұзған үшін. Бірақ ең бастысы, шындық кеш айтылса, оның бағасы ауыр болады. Соны